Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай өте керемет болып шығатын картоп қосылған пирожкидің рецептін көрсететін боламын. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Балалар сүйсініп жейді. Және де тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оған жұмыртқа қосамыз. Тұз қосамыз. Қант қосамыз. Ертілген сары май қосамыз. Және де мына жерде аштықы, яғни дрожжымызды қосып, жақсылап ерігенше араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, ұнымызды аз-аздан қосып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде маңыздысы ұнды көп қосып қоймаңыздар, қамырымыз қатты болып кетпесін. Қамырымызды илеп болғаннан кейін, осылай бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге жібереміз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Картопымызды жақсылап тазалап, турап, үстіне су құйып, тұз салып, піскенше қайнататын боламыз. Жуамызды ұсақтап турап, тұз бұрыш салып, қызарғанша қуырып аламыз. Піскен картопымыздың үстіне осы майлы жуамызды қосып, жақсылап езіп шығамыз. Осымен салмамыз дайын. Оған дейін міне қамырымыз жақсы болып көтерілді. Қамырымызды теңдей 60 граммнан осындай бөліктерге бөліп, думалақтап 30 минутқа расстойкаға, яғни көтерілуге жібереміз. Бетін міндетті түрде пищевой пленкамен жауамыз. 30 минуттан кейін қамырымызды алып, осылай өз қалауларыңыз бойынша түйіп шықсаңыздар болады. Осылай түйіп алған пирожкиларымызды тағы да 30 минутқа көтерілуге жібереміз. 30 минуттан кейін сәл көтеріледі. Осылай жұмыртқасын жағып бетіне, күнжіт сеуіп, 180 градусқа қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Шамамен 30 минутқа. Осындай әдемі болып пирожкиларымыз піседі. Осы рецептпен жасап көріңіздер.